Үлкен лайнер Атлантика арқылы сапарға аттанады. Мінсіз кеме өз заманының ең жылдам, сенімді және люкс кемелерінің бірі. Бортында шамамен 2000 адамы бар. Олардың қатарында 3-ші класстың қарапайым жолаушыларынан бастап, америкалық және еуропалық элитаның танымал өкілдері де бар. Алайда кемедегі көп жолаушылар үшін бұл соңғы сапар болады. Себебі алып суға батпайтын лайнер өзімен бірге 1000-нан астам адамның өмірін жалмап, суға батып кетеді. Күнтізбеде 20 ғасырдың 10 жылдарының ортасы. Бұл оқиға әлемге әйгілі Титаниктің тағдыры жайлы емес. Алайда Голливуд түсірген фильмнен кем түспейтіні анық. Бұл кеме апаты сол Титаниктің қайғылы даңқының көлеңкесінде қалып қойған десек те болады. Бірақ бұл оқиға Титаниктің оқиғасынан әлде қайда қорқынышты. Әйгілі Титаник кемесіне мінер жолаушылар айсберг жайлы, кеме конструкциясының нашарлығы және құтқару қайықтарының аз болғаны жайлы еш нәрсе білмеген еді. Ал Лузитания бортына шыққан барлық адамдар өлім қаупі төніп тұрғанын жақсы білген еді. Барлығы осы қауіптер жайлы біле тұра, бұл апат қалай орын алды? Бұл Лузитания апатының оқиғасы. Ал шығарылым басталмай тұрып, мен әдеттегідей өзімнің тұрақты көрермендерімнің жазған жылы лебіздері үшін шын жүректен алғыс айтам. Алдыңғы шығарылымның астында ең көп пікір қалдырған көрермен осы. Уәде еткенімдей, сізге 5000 теңге аударамын. Ұтысыңызды алу үшін менің жекеме жазыңыз. Егер сіз де осылай азын-аулақ сыйақы ұтқыңыз келсе, онда осы шығарылымның астында ең көп мәні бар пікір қалдырыңыз. Болмайтын бір нәрселер жазып кетпеңіздер бірақ. Баршаңызға сәттілік және жақсы қаралым болсын. жыл. Қорқынышты Титаник кемесінің апаты орын алған соң, кемелердегі қауіпсіздік шаралары мен ережелер қайта қаралады. Алайда арада 3 жыл өтіп, Лузитания кемесі суға батып кетеді. Құрбан болғандар саны 1000-нан асты. Олардың көпшілігінің денелері сол күйі табылмайды. Осындай жағдай орын алғанына қарамастан, негізі кемеде құтқару қайықтары жеткілікті еді. Алдын ала тәжірибелер жасалынып, кемені ұзақ сапарға шығарып та көреді. Алып мұз тастарда оны айнала өтіп, ешқандай қақтығысулар болмайды. Байқағандарыңыздай, кіріспеде Титаник бірнеше рет аталды. Өйткені бұл екі апаттың арасында шынымен де көп ұқсастық бар. Алайда тереңірек үңілетін болсақ, бұл екі оқиғаның өзгеше өз ерекшеліктері барын байқаймыз. Бірақ бұл туралы сәл кейінірек. Енді бәрін ретімен баяндайын. 1915 жыл. Сәуір айының соңы. Нью-Йорк портында алып лайнер тұр. Бұл Лузитания. Кеме айналасында қызу дайындық жүріп жатыр. Бірнеше күннен кейін ол Атлантика арқылы кезекті сапарына аттанады. Кеменің жүздеген қызметкерлері каюталарды тазалап, төсектерді жайып, желдеткіштерді тексеріп, қоймаларды азық-түлік, алкоголь және сигаралармен толтырып жатыр. Ең бастысы, апталық саяхат ішінде әрбір жолаушының көңілінен шығу. Лузитанияның ең басты артықшылықтарының бірі – жылдамдық. Нью-Йорктан Британияның Ливерпуліне дейін небәрі 7 күнде бару жоспарланған. Бұл кеме 1915 жылдары әлем бойынша ең жылдам кеме болатын. Алайда жылдамдықтың да өз бағасы бар. Лайнер бір күнде 1000 тоннадай көмір жағады. Мұндай көлемдер тек қуатты турбиналар мен қозғалтқыштарды іске қосу үшін ғана емес. Сонымен қатар, лифтлерден бастап 6000 электр шамына дейінгі кеме жүйелерін қамтамасыз ету үшін де қажет болды. Лузитанияның иелері Конрад компаниясы үшін ең бастысы ыңғайлық пен жылдамдық қана болған жоқ. Себебі жақын арада олардың бәсекелестерінің кемесі Титаник батып кеткен соң, қауіпсіздік бірінші орынға шықты. Сондықтан Лузитания бортында 2000 жолаушы мен 700 экипаж мүшесінің әрқайсысы өзін абсолютті қауіпсіз сезінетіндей жеткілікті құтқару қайықтары мен жилеттер болды. Ол уақытта Конрад компаниясының атағы жер жарып тұрған кез. Қызметкерлердің кесірінен бірде-бір адам қайтыс болмаған. Әрине, сапар кезінде қайтыс болған адамдар болды. Бірақ әдетте бұл табиғи себептермен еді. Мысалға, қарт адамдар ұзақ жолды көтере алмай өмірден озатын. Дәл солай, Лузитания кемесіне де ешқандай шағым болмаған. 8 жылдық қызметінде лайнердің барлық сапары сәтті аяқталған. 1915 жылдың 1 мамырында ол Атлантика арқылы 202 сапарына аттануы тиіс еді. Үлкен кемеге жақсы капитан керек. Конрад компаниясында 58 жастағы Уильям Тернер мұхит лайнерін басқаруда ең үздік капитан деп саналды.
Тернер мансап жолын матрос болып бастап, лайнер басқаратын капитан дәрежесіне дейін көтерілген. Ұзақ жолында капитан бірнеше апаттарды бастан кешірген. Бірақ мұндай жағдайлар тіпті ең үздік капитандардың бастарынан да өтетін. Лузитания капитанының кәсібилігі мен халық арасындағы абыройы жайлы тағы да айта кетсем. Соңғы рейсіне бірнеше күн қалғанда Тернер сотта куәлік берген. Титаникте қайтыс болған адамдардың туыстары кеме иелері White Star компаниясынан мейлінше үлкен суммада ақша алуға тырысқан. Уильям Тернерді зардап шеккен тараптардың адвокаттары сарапшы ретінде шақырған еді. 1912 жылы ол Мавритания лайнерін басқарып, Титаниктен кейін 2 күн өткен соң Атлантиканы кесіп өткен. Айсберг туралы хабар алғаннан кейін Тернер бағытын түзеткен. Ал сотта Титаник капитанының айсбергтер аймағынан жоғарғы жылдамдықта жүзіп өтуі қателік болғанын айтқан. Қысқаша айтатын болсақ, Лузитаниядағы элита, орта тап өкілдері және қарапайым жолаушылар өздерінің капитанына да, оның кемесіне де шүбәсіз сене алатын. Шамамен 1300 билет иелерінің ішінде басым көпшілігі, нақтырақ 900-ден астамы британдықтар, шамамен 200-і америкалықтар, ал 3-ші орында Ресей империясының азаматтары. Олар 70 адам болған. 1 мамыр. Нью-Йорктегі басты оқиға Лузитания лайнерінің жолға шығуы. Жолаушылар, олардың туыстары мен таныстары, қарапайым қызығушылар және баспасөз өкілдері кемені шығарып салу үшін портқа жиналады. Бұл кездері бірінші санаттағы саяхатшылардың мәртебесіне байланысты үлкен кемелердің жолға шығуы маңызды оқиға болып саналатын. Бай, әрі атақты жолаушылардың ішіндегі ең байы және танымалы Америкадағы керемет бай әулеттің жас мұрагері Альфред Вандербильт. Альфред сондай-ақ бұл кезде сәттілікке қол жеткізген элиталық топтардың мүшесі ретінде де танымал. Джи.Пи. Морган, Теодор Драйзер және басқа да маңызды тұлғалармен қатар ол Титаникке соңғы сәтте отырудан бас тартқан. Алайда бұл жолы ақыры бір лайнерге мініп көруді шешкен және кемедегі қазіргі ақшамен бірнеше ондаған мың доллар тұратын бөлмені жалдайды. Лузитаниядағы басқа да танымал жолаушыларды атап өтсем, Американың сол кезеңдегі танымал жазушысы Элберт Хаббард әйелімен бірге саяхатқа шыққан. Орден Хамон деген атақты құрылысшы да әйелімен бірге кеме бортына көтерілген болатын. Ал белгілі кітап сатушы Чарльз Лариат үшін бұл іскерлік сапар болатын. Ол сирек кездесетін Диккенс романын және осы басылымға арналған бірнеше құнды суреттерді алып бара жатыр. Интернет пен теледидар жоқ кезеңде кітап саудасы пайдалы іс болатын. Тіпті ол заманда бір танымал кітапты қолына түсірген адам лезде байып кете алатын. Кемеге сондай-ақ кедейдің де, байлардың да балалары шықты. Лузитания бортында шамамен 100-дей балақайлар болған. Кеме сапарға шығар алдында 20 шақты жолаушы Камерун кемесінен осы Лузитанияға ауыстырылды. Техникалық себептерге байланысты Камерун кемесінен Лузитанияның кемесіне ауыстырылған жолаушылар люкс деңгейді көріп қуанды. Барлық нәрсе, каютадан бастап қоғамдық орындар мен мәзірге дейін сол кездегі басқа кемелерден асып түсетін. Кемеге жаңа жолаушылар отырғандықтан Лузитания өзінің діттеген уақытынан кешігіп шықты. Жолаушылар аттанып бара жатып, камераға және жағалаудағы адамдарға қол бұлғайды. Мерекелік атмосфера алып кеменің түтін мұржаларынан шыққан қою түтінмен араласты. Кейбір жолаушылардың көңіл күйін бұзған жалғыз нәрсе газеттегі жарнамалық хабарландыру болды. Германияның ақштағы елшілігі ескерту жариялап, Ұлыбританияның барлық кемелері соғыс аймағына кіретін болса шабуылға ұшырауы мүмкін екенін хабарлайды. Бұған себеп Еуропада 1 жылдай болып жатқан соғыс. 1914 жыл. Жаз мезгілі. Еуропа бейбіт өмір сүріп жатқан секілді көрінеді. Газеттерде монархиялық отбасылардың алдағы демалыс жоспарлары туралы жаңалықтар жарық көрді. Ал соғыс туралы ешкім ойлаған жоқ. Соғыстың басталуына ұзақ жылдар бойы жиналып келген дағдарыс себеп болды. Мысал ретінде Еуропаның әртүрлі аймағындағы қақтығыстар, шиеленіскен қатынастар және Ұлыбритания мен Германияның арасындағы қару-жарақ жарасын айтуға болады. Алайда мұның барлығы соғысқа ұласады деген ой ешкімнің ойына келмеген. Барлығы ауқымды соғыстар заманы өтті деп жүрген. Алайда тарихтың өз ойлағаны болды. 1914 жылдың маусым айының соңында Австрияның эрцгерцогі Франц Фердинанд өлтірілді. Бұл оқиға тарихта әлі бірінші деп аталмаған дүниежүзілік соғыстың ресми басталуына түрткі болды. Біз бірінші дүниежүзілік соғысты талқылауға бірнеше сағат арнай аламыз. Алайда бүгінгі шығарылымға керекті бөлігін ғана алайық. 1915 жылдың мамырында Нью-Йорк портынан Лузитания лайнері жолға шыққан кезде жағдай былай болатын. Еуропада соғыс қызу жүріп жатты. Соғысқа көптеген мемлекеттер қатысты. Басты қарсыластар Германия мен Ұлыбритания еді. Америка құрама штаттары ол кезде әлі бейтараптықты сақтап отырған. Яғни формальды түрде Лузитания жолаушылар лайнері
бейбіт елден соғыс аймағына бара жатты. Бұл жолаушылар үшін күтпеген жағдай болды ма? Әрине жоқ. Ал бұл факт оларды алаңдатты ма? Иә, бірақ қатты емес. Бұған келесі дерек дәлел бола алады. Кеме адамдарға толы болды. Тек бірінші класста бірнеше каюта бос қалған. Соғыс бірнеше күн, немесе бірнеше ай емес, біраз уақыттан бері жалғасып жатты. Бірақ жолаушылар лайнері Ұлыбритания мен Америка арасында тұрақты түрде қатынай беретін. Алайда сол уақыттарда британдық суларда кемелерге жаңа әрі шынайы қауіп пайда болды. Бұл суасты қайықтары. Бірінші дүниежүзілік соғыс басталмай тұрып, бұл күшті әскери құрал ретінде қатты бағаланбаған. Негізгі үміт кемелерде болатын. Алайда уақыт өте келе бұл көзқарас өзгерді. Суасты қайықтары британдықтар мен немістердің 5 қаруының ішіне кірді десек те болады. Соғыстың басында бірнеше ағылшын әскери кемелерін суасты қайықтарының көмегімен жойғаннан кейін Германия олардың пайдасын анық сезінді. Немістер қарсыластың әскери кемелерін ғана емес, сонымен бірге жүк кемелерін де жоя алатынын түсінді. Ұлыбритания үшін бұл өте ауыр соққы болады. Өйткені ол арал мемлекет болғандықтан, көптеген қажетті тауарлар, соның ішінде азық-түлік пен қару-жарақ теңіз арқылы келетін. Сондықтан Германияның 1915 жылдың көктемінде Ұлыбританияның айналасындағы суларды соғыс аймағы деп жариялап, қарсыласқа көмектесетін барлық кемелерге шабуыл жасайтынын мәлімдеуі қатал және адамгершілікке жатпайтын, бірақ логикалық шешім болды. Британдық суасты қайықтарды қарап жатпады. Бірақ немістерден айырмашылығы, олар жүк кемелерін жоймай, тек басып алумен айналысты. Демек, немістер Лузитания кемесінің жолаушыларына да қауіп төндірді. Себебі немістер Британ әскери кемелері әдейі жолаушылар кемесінің атын жамылып жүрді деп күдіктенген. Осы жерде сізде неге суасты кемелері жайлы газеттегі хабарламаны оқыған бірнеше адам ғана кемеден түсіп қалды деген сұрақ туындаған болар? Оған бірнеше себеп бар. Біріншіден, азаматтық кемелерге шабуыл жасау дұрыс емес деген секілді соғыстың белгілі бір бейресми ережесі болды. Бастапқыда бұл ереже сауда кемелеріне де қатысты еді. Бірақ соғыс кезінде немістер бұл туралы ұмытып, жүк кемелерін суға батыра бастайды. Екіншіден, Германия, Америка құрама штаттарының азаматтары бар кемені батырғысы келмейді. Өйткені бұл жағдайда Америка бейтараптықтан шығып, Германияға қарсы екінші алып күшке айналуы мүмкін еді. Үшіншіден, Лузитания жолаушылары британдық суларда олардың қауіпсіздігін ағылшын әскери кемелері қамтамасыз етеді деп ойлады. Лайнердің иелері де бұған сенген еді. Төртіншіден, сол кездегі суасты қайықтары заманауи кеме секілді болмады. Олар су бетіндегі алып кемелерден әлде қайда әлсіз еді. Олардың құрылымы туралы кейінірек толығырақ сөйлесеміз. Бірақ қазір бір ғана факт жеткілікті. Лузитания секілді кеме сағатына 45 шақырым жылдамдықпен жүре алатын. Ал сол кезеңдегі заманауи суасты қайықтарының максималды жылдамдығы бұдан 2 есе аз болатын. Оған қоса суасты қайығын байқау қиын емес еді. Сондықтан кеме одан өзінің жылдамдығына байланысты оңай қашып кете алатын. Тіпті өзіне бағытталған торпедадан да айналып өте алатын жылдамдыққа ие болған. Қысқаша айтқанда, Конрад компаниясының жұмысшылары да, капитан Тернерді, Лузитания жолаушылары да алаңдайтындай себеп жоқ. Суасты қайықтары туралы жаңалықтарға байланысты тілшілер жолаушыларға сұрақтар қоя бастайды. Мысалы, сапарға шығар алдында олар Альфред Вандервильттен Титаниктегідей жолы болған секілді тағы да жолы бола ма деп сұраған. Мұрагер жауап бермей жай ғана күлген. Ал капитан Тернер бұл әңгімені естіп, Лузитанияға торпедамен шабуыл жасалады деген ол естіген ең керемет қалжың екенін айтқан. Алайда капитан Тернерді, Альфредті, жолаушылар да және журналистер де тек британдық құпия қызметінің бір шағын тобы ғана білген ақпаратты білмеді. Олар неміс әскери кемелері мен суасты қайықтарының хабарламаларын ұстап, оқып отырған. Лузитания сапарға шығардан бір күн бұрын, 30 сәуір күні Германияның солтүстік батысындағы порттан неміс суасты қайығы У-20 суға түсірілді. Оны шығарып салған тілшілер мен көрермендер болған жоқ. Суасты қайығы Британияның суларына бет алып, мейлінше жаудың кемелерін суға батыруы керек болатын. Солтүстік Британияның айналасындағы суық суларда Фей аралына қарай неміс суасты қайығы қозғалды. Суасты қайығының командирі 32 жастағы Вальтер Швайгер, жауынгерлік рубка үстінде фуражкамен былғары плащ киген күйі жан-жақты бақылап тұр. Бұл қайықты U-бот деп те атайды. Ол Unterseebot сөзінен шыққан. Неміс тілінде суасты қайығы деген мағынаны білдіреді. Жас болғанына қарамастан Швайгер Германияның ең тәжірибелі суасты қайық капитандарының бірі саналды. Ол соғыс басталмай тұрып-ақ суасты қайығында қызмет еткендердің бірі еді. 1915 жылы неміс флотында ұзақ қашықтықтарға жүзетін санаулы ғана суасты қайықтар болды. U-бот үлкен әрі жетілдірілмеген құрылғы.
Су асты қайығы болғанына қарамастан, бұл құрылғы су астында ұзақ уақыт бола алмайтын. Су астында қозғалу үшін қайық батареялардан қуат алатын және 150 шақырым қашықтықты ең көп дегенде сағатына 15 шақырым жылдамдықпен жүре алатын. Ал су бетінде дизельді қозғалтқышы іске қосылып, кем дегенде 2 есеге жылдамдығы артатын. Яғни су асты кемесін су бетіне шығарған капитандар жүк кемелерін қуып жете алатын. Алайда Лузитания секілді заманауи қайыққа жету мүмкін емес. Сапар барысында неміс су асты қайығының экипажын көптеген қауіптер күтіп тұрды. Британдық әскери кемелер және металл торпедадан жасалған тұзақтар. Швайгердің қайығы жарты жыл бұрын дәл осындай торға түсіп батып кетуге шақ қалған болатын. Бұдан басқа тұман кезінде көру мүмкіндігі шектеулі болғандықтан, қайық кез келген кемемен соқтығысып, суға батып кетуі мүмкін еді. Сондай-ақ су асты қайығының жетілмеген құрылымы да үлкен қауіп төндіреді. Егер бір нәрсе дұрыс болмай қалса, экипаж батып кетіп, қайта шыға алмайды. Қайықта оттегі таусылатын болса, теңізшілерді азапты өлім күтіп тұрған еді. Су асты қайығымен 2 апталық сапарға шығудың өзі бір сынақ. Су асты қайығының ішіндегі кеңістіктің басым бөлігі теңіз суына арналған резервуарлармен толтырылды. Ол резервуарлар қайық суға түскенде немесе көтерілгенде толтырылып босатылатын. Қайықтың ортасындағы кішкентай бөлмеде 30 адамнан тұратын экипаж орналасты. Бөлмедегі ауа қою, демалудың өзі қиын. 30 адамның ешқайсысы 2 апталық сапар кезінде жуына алмайды. Олардың барлығына ортақ бір ғана дәретхана бар. Ол жиі бұзылып, ішіндегісін сыртқа шығарып тастайтын. Жаңа тағамдар тез бұзылғандықтан, экипаж көбінесе консервілермен тамақтанады. Кейде матростар су бетіне шығып балық аулап, оны іште дайындайды. Бұл онсыз да жағымсыз иіске толы қайықтың ішін одан әрі састатын. Соған қарамастан У-20 экипажы қарапайым адамдық ләззаттардан бас тартқан жоқ. Мысалы, олардың қайығында ит болған. Ал алдыңғы Рождествоны экипаж романтикалық түрде 20 метр тереңдіктегі теңіз түбінде қарсы алады. Олардың айқай салып айтқан әндерін бұл тереңдікте ешкім естімейді. Ал бұл уақытта Лузитаниядағы жағдай мүлдем бөлек. Музыка, шарап, жақсы тамақ, палубадағы серуендер және сыпайы әңгімелер. Осылайша Лузитания сапарындағы алғашқы бірнеше күн өтті. Кеме жолаушыларының көбісі Еуропаның ортасында жүріп жатқан үлкен соғыс туралы білетін. Олар Франциядағы майданның сұмдықтары, 10 мыңдаған қаза тапқан адамдар және немістер қолданған тұншықтыратын газ туралы жаңалықтардан оқыған. Бірақ Лузитанияның көптеген жолаушылары үшін соғыс әлде қайда алыста. Олар босаңсып, шарап ішіп, палтус жейтін. Тек бірнеше жолаушы ғана алаңдады. Бірінші санаттың жолаушысы Дуайт Харрис Нью-Йорктен бағалы жүк, қымбат неке сақинасын алып келе жатқан болатын. Харрис сапарға шығардан сәл бұрын газеттерден су асты қайықтары туралы хабарламаны оқыған еді. Ол құтқару шеңберін сатып алып, оны Лузитания бортына өзімен бірге алып кірді. Уайымдап жатқан жолаушыларды мүмкіндігінше капитан Уильям Тернер тынышталдырды. Жолаушылармен сөйлесу капитан үшін ыңғайсыз болатын. Ауыр өмір жолын бастан кешірген Тернер өте тұйық адам. Соған қарамастан капитан бірінші кезекте жолаушылармен экипажға көңіл бөледі. Барлығына қоса капитан жолға аттанбай тұрып, оның әйелі бірнеше қызын алып, онымен айырылысып кеткен болатын. Тернер жолаушыларға Лузитанияға торпедалық шабуыл қауіп төндірмейді деп өтірік айтпады. Ол тек тәжірибесіне сеніп, солай тұжырымдады. Уильям Тернер бұған дейін де басқа лайнерлермен жүзгенде бірнеше рет су асты қайықтармен кездескен болатын. Сол кезде ол кеменің жылдамдығын пайдаланып, оңай қашып құтылған еді. Немістердің үлкен жолаушылар лайнеріне, әсіресе ішінде америкалықтар болғанда шабуыл жасамайды деген пікірде қисынды болатын. Дегенмен бұл теорияда бірнеше қателіктер бар. Біріншіден, Лузитания сапарға шығар алдында Еуропа жағалауына жақын маңда неміс су асты қайығы америкалық жүк кемесіне шабуыл жасады. Құрбандардың арасында ақш азаматтары да болды. Бірақ Америка президенті Уилсоннан жауап болмады. Осылайша немістер кезекті ала жіпті аттап өтуге дайын болды. Лузитания кемесіндегі ешқандай жолаушы, соның ішінде капитан да бұл оқиға туралы білмеді. Екіншіден, немістердің лайнерге шабуыл жасауға ресми себебі де болды. Лузитания бортында одақтастар винтовкалар және басқа да қару-жарақ жасау үшін пайдаланатын әскери жүктер бар еді. Осы тұста бірнеше қызықты факт айта кетсем. Лузитания Нью-Йорктен шыққаннан кейін, оның бортында бірнеше неміс тыңшылары ұсталды. Негізінде ол уақыттарда неміс әскери министрлігі жолаушылар кемесіне тыңшыларын жіберіп, бортта әскери жүктің бар жоғын анықтауы кең таралған тәжірибе болатын. Алайда Лузитания кемесінің қауіпсіздік қызметкерлері тыңшыларды тез әшкерелеп, қамауға алады. Сондықтан сапардың соңына дейін немістер лайнердегі әскери жүк туралы білмеген болуы мүмкін. Үшінші мүмкін ең басты фактор У-20 капитаны Вальтер Швайгер болды. Капитанды дұрыс бағаламады.
Ол суыққанды, әрі қатал адам, мақсаты үшін ештеңеден тайынбайтын. Тапсырманың 6-шы күні Вальтер Швайгердің істері нашарлап кетеді. Сол сәтте оның қайығы Ирландия жағалауында жүзіп бара жатқан болатын. Неміс портынан шыққаннан бері У-20 бірде-бір кемені суға батырмаған. Дегенмен бірнеше талпыныс жасалды. Бір жағдайда британдық әскери кемелердің көптігі кедергі келтірді. Екінші ретте суасты қайығы даттық жолаушылар лайнеріне жете алмады. Ал үшінші ретте торпеда жұмыс істемей қалады. Жалпы торпедалар суасты қайықтарының негізгі қаруы. У-20 бортында 7 торпеда болатын. Торпедалар өте үлкен, ауыр және өндірісі өте қымбат. Алайда қарсыластың кемесіне тиген жағдайда өте тиімді болатын. Алайда торпеда да мінсіз қару емес. Торпедалық шабуылдардың 60% сәтсіздікке ұшырайтын. Торпеда мүлдем іске қосылмай қалуы немесе дұрыс ұшпай қажетті бағыттан ауытқып кетуі мүмкін еді. Әрине, торпедалардан басқа У-ботта басқа да снарядтар бар. Бірақ олардың күші әлсіз және олар тек өте кіші кемелерге ғана қауіп төндіретін. Ал неміс суасты қайғының капитаны ұсақ олжаға қызыққан жоқ. Оның тапсырмасы сәтті аяқталуы үшін және мейлінше жауға зиян келтіру үшін үлкен кемелерді барынша көбірек су астына жіберуі керек. 5 мамырдың кешінде Швайгер перископ арқылы жүк кемесіне ұқсас бір нәрсені байқайды. Оның көмекшісі бұл британдық кеме екенін, тас тасмалдап жатқанын анықтайды. Үлкен кеме болмағанымен, сәтсіз патрульден кейін немістерге бұл олжада жарайтын еді. Швайгер сақтықпен әрекет етті. Себебі перископ су бетінде көрінетін із қалдырады. Бұл алыстан анық байқалады. Егер кеме перископтың ақ сызығын алдын ала байқаса, қашып кетуі мүмкін. У-20 кемеге жақындайды. Сол сәтте жүк кемесі суасты қайығын байқап, бағытын күрт өзгертеді. Швайгер дереу оқ атуға бұйрық береді. Бірақ торпедалармен емес. Торпедаларды ол үлкенірек олжаға үнемдегісі келді. Бірнеше снаряд кеменің корпусына тиіп, жарылыс болып, кеме бата бастайды. Капитан Швайгер перископ арқылы бәрін бақылап тұр. Бұл ол үшін үнсіз көрініс. Суасты қайғының ішінде жарылыстардың дыбысы да, құрбандардың айқайы да естілмейді. Көптеген неміс суасты қайықтарының капитандарының суыққанды болуын осы арқылы түсіндіруге де болады. Дегенмен Швайгер кейбір әріптестерінің естеліктері бойынша ерекше қатыгездігімен ерекшеленді. Бірде ол бортында қызыл крест белгісі бар үлкен кемеге шабуылдайды. Патруль кезінде Вальтер Швайгердің әрекеттерін ешкім бақылап басқара алмайды. Ол өз кемесінің патшасы, тіпті құдайы. Маршруттың көп бөлігінде неміс билігі суасты қайықтарымен байланыс құра алмайды. Тек бастапқы 100 шақырымда байланыс болуы мүмкін. Содан кейінгі болған оқиғаларға биліктік бақылау жоқ. Кемені шабуылдау немесе шабуылдамау туралы соңғы шешімді тек қайық капитаны қабылдайды. Жүк кемесін сәтті батырған соң бірнеше сағат өте, Швайгер тағы бір нысанға кезігеді. Бұл жолы оның жолында норвегиялық кеме тұр. Норвегия бұл соғыста бейтараптық ұстанады. Алайда неміс капитандары британдық кемелер кейде жасырыну үшін нейтралды елдердің туын салатынын біледі. Швайгер бұл жолы торпедамен шабуылдау туралы шешім қабылдайды. Торпеда жіберілгеннен кейін норвегиялық кеменің матростары оларға қарай келе жатқан зымыранды байқап, кемені күрт бұрады, бірақ тым кеш еді. Соңғы сәтте торпеда белгісіз себеппен бағытынан аздап ауытқып, кеменің корпусынан төмен өтіп кетеді. Швайгер екінші шабуылға батылы бармайды. Себебі норвегиялық кеме қаруланған болуы мүмкін және қарсы шабуыл жасай алады деп қауіптенді. Сондықтан капитан суға сүңгуге бұйрық береді. Осы күні шабуылға ұшыраған екі кеменің матростары Британ үкіметіне суасты қайығы және оның координаттары туралы хабар береді. Демек, британдықтар шамамен У-20 қайығының орналасқан жермен бағытын білді. Осылайша есептеулер бойынша немістің суасты қайығы Ирландияның оңтүстігіндегі жағалаулардағы суларға Лузитания жолаушылар кемесімен шамамен бір уақытта жетеді. Лузитания британдық жағалауға жақындап келеді. Бірнеше күннен кейін кеме Ливерпульге жетуі тиіс. Бірақ соғыс жағдайына байланысты лайнер баяу жүзіп барады. Конрад компаниясы ресурстарды үнемдеуге мәжбүр болып, кемеде 4 қазандықтың 3-еуі ғана жұмыс істеп тұрды. Сол себепті кейбір жолаушылар лайнердің бір құбырынан түтін шықпай жатқанын байқайды. Осы сәтте Уильям Тернер неміс суасты қайықтарының белсенділігі туралы ақпарат алады. Алайда британдықтарды бұл сәтте осы жақын маңда жүзіп жүрген әскери кеменің тағдыры алаңдатты. Сонымен қатар ағылшын құпия қызметтері неміс әскери күштерінің, соның ішінде суасты қайықтарының көптеген хабарламаларын ұстап алды. Бұл хабарламалар шифрланған. Бірақ британдықтарда осы шифрларды шешуге арналған неміс құпия коды бар құжат болған. Ағылшындықтар бұл құжат оларда бар екенін білдіріп қойғылары келмегендіктен, тек аса қажет болған жағдайда ғана ақпаратпен өзара бөлісуді шешеді. Ал Лузитанияның қауіпсіздігі әзірге бұл категорияға кірмейді.
Тағы бір кең таралған теория бойынша, негізі Ұлыбритания үшін ақштың өз қарамағында соғысқа араласуы үлкен көмек болар еді. Ал ақш азаматтары бар лайнерге немістер шабуыл жасаса, президент Уилсон бейтараптықтан шығуы әбден мүмкін еді. Бірақ не болған күннің өзінде де Уильям Тернер ағылшын суларында неміс суасты қайықтарынан төнетін қауіпті жақсы білетін. Алайда олардың қаншалықты жақын екенін сезбеді. 6 мамыр, бейсенбі. Капитан кемедегі құтқару қайықтарына кезекті рет тексеруді жүргізді. Матростар жолаушыларға төтенше жағдайдағы қайыққа отыру процедурасын көрсетеді. Сондай-ақ командаға қайықтарды ретке келтіру туралы бұйрық берілді. Бейсенбі капитан Вальтер Швайгер үшін ең сәтті күн болады. Бірнеше сағат айырмашылығымен ол екі британдық жүк кемесіне сәтті шабуыл жасайды. Осыдан кейін кенет тапсырманы аяқтау туралы шешім қабылданды. Оның бастапқы жоспары Ливерпуль маңындағы суларға жету болатын. Онда негізінен көптеген үлкен кемелер жиналады. Алайда Швайгерде жанармай қоры азайып барады, және артқа қайтуға жетпеуі мүмкін. У-20-ның арсеналында 3 торпеда ғана қалды. Олардың екеуі заң бойынша қайту жолына үнемделуі тиіс. Сонымен қатар бейсенбі күні ауа райы қалың тұманды болды. Мұндай ауа райы суасты қайықтары үшін қауіпті болатын. Швайгер ақырындап үйге қарай бет алады. Бұл Лузитанияның Ливерпульге келер алдындағы соңғы толыққанды жүзетін күні. Лузитанияның Ливерпульге жетуіне 24 сағаттай қалды. Жұма күні кеме діттеген жеріне жетуі керек. Алдыңғы кеште Уильям Тернер неміс суасты қайығының соңғы 2 шабуылының координаттарына сәйкес Лузитания неміс суасты қайығымен кездесуі ықтимал екені туралы британ күштерінен хабарлама алған болатын. Тернер өзінің интроверттілігін жеңіп, жолаушылар алдында сөз сөйлеп, неміс суасты қайығынан төніп тұрған қауіп жайлы ескертіп, алайда лайнерге ештеңе болмайтынын айтып сендірді. Сондай-ақ Тернер жолаушылардан кеменің көрінбеуі үшін иллюминаторларды жауып қоюды сұрады. Бұл кеште кемедегі жолаушылардың көңіл күйі бұрынғыдан да төмендегені анық болды. Ешкім көңіл көтермеді. 7 мамыр күні тұман сейілді. Күн шуақты және ашық. Уильям Тернер аймақта неміс суасты қайықтары бар екендігі туралы жаңа хабарлама алады. Алайда капитанға нақты қанша және қай жерде суасты қайықтары бар екені туралы ақпарат берілмейді. Оған бағытын өзгертуі немесе уақытша Ирландия портына тоқтау туралы нақты нұсқауда келмеді. Сондықтан ол Ливерпульге қарай жүруін жалғастырды. Жолаушылар алыстан Ирландияның жағалауларын көре алды. Капитанның алдыңғы күнгі ескертулеріне қарамастан, бәрі де Ливерпульге түсуге дайындықпен айналысуда. Дуэйн Харрис қоймадан қымбат сақинасын алып, оны костюмның ішкі қалтасына салып қояды. Джар Рид құнды суреті мен кітабын портфеліне салып, түскі ас кезінде неміс суасты қайығы десертін жегізбей қойса, бұл нағыз қылмыс болар еді деп қалжыңдайды. Шамамен түскі сағат 2-лерде суасты кемесінің капитаны Швайгер үлкен жолаушылар лайнерін байқайды және күзетсіз жүргеніне таң қалады. Бірақ кеме тым алыста болатын. Қандай да бір себептермен лайнер өзінің бағытын ауыстырмаса, оған қуып жетіп шабуыл жасау мүмкін емес еді. Ал капитан Тернер суасты қайығы туралы ескертулерге байланысты бағыт пен жылдамдықты аздап өзгертеді. Капитан Швайгер жолаушылар лайнерінің енді тура өзіне қарай келе жатқанын көреді. Бірақ осы тұста мүмкін емес нәрсе орын алды. Капитан Тернер суасты қайығы туралы ескертулерге байланысты бағыты мен жылдамдықты аздап өзгертеді. Бірақ дәл осы өзгерткен бағыты тура суасты қайығына апаратынын ол білген жоқ. Капитан Швайгер жолаушылар лайнерінің енді тура өзіне қарай келе жатқанын көреді де торпеданы дайындауға бұйрық береді. Сағат 2:10-да торпеда суасты қайығынан шығып, Лузитанияға жол тартты. Кемеге соқтығысуға 30 секунд қалды. Алдағы жарты минут Лузитания кемесінің жолаушылары мен экипажы үшін мәңгілікке айналды. Лайнердегі көптеген адамдар ашық ауа райы мен тыныш теңізде жақындап келе жатқан торпеданы көреді. Торпеда су астында кішігірім жарық шығаратын. Бір сәтте снаряд жолаушылардың көзінен ғайып болады. Олар торпеда мүлт кетті деп ойлайды. Содан кейін қуатты жарылыс естіледі. Оның күшті болғаны соншалықты жақын маңдағы құтқару қайықтарының бірін сынықтарға айналдырады. Кеменің су астындағы негізінде үй көлеміндей тесік пайда болады. Осы кезде жарылыс орын алған маңдағы барлық экипаж мүшелері өледі. Кеменің баяу қозғалысы судың кемеге секундына 100 тоннадай жылдамдықпен кіруіне әкеледі. Каютада және палубада болғандардың бәрі не істерін білмей қатып қалады. Капитан Тернер бөлмесінен шығып қаншалықты зақым келгенін анықтауға кетеді. 30 секундтан кейін тағы бір қуатты жарылыс естілді.
Барлығы өте тез орын алып жатқандықтан, жолаушылардың көпшілігі, әсіресе бірінші санаттағы және жарылыс орталығынан алыста болғандар, не болып жатқанын түсінбеді. Ол жердегі адамдар тек жеңіл дүмпулерді ғана сезінді. Кейбіреулер тіпті мән бермей ас ішіп, сигара шегуді жалғастыра береді. Алайда көп ұзамай, барлығы не болғанын сезіне бастайды. Дәрігер Лори сол сәтте жазушы Харт және оның әйелімен бірге тұрды. Чарльз оларға құтқару кеудешелерін алуға жүгіру керек деп айтады. Бірақ олар жауап бермейді, қорқыныштан қатып қалғандай. Екінші және үшінші санаттағы жолаушылардың арасында дүрбелең басталады. Көпшілігі құтқару кеудешелерін ұстап, тез арада баспалдақпен жоғары қарай жүгірді. Екінші санат жолаушысы Нора Бреттерн қиын жағдайға тап болады. Ол 3 жасар ұлы және 1,5 жастағы қызымен бірге кемеде жалғыз еді. Жарылыс кезінде оның қызы жоғарғы палубадағы балалар бөлмесінде, ал ұлы екінші санаттағы каютада төменгі палубада ұйықтап жатқан. Нораның өзі палубалар арасындағы баспалдақта болды. Ол қай баласына бірінші жүгіретінін шешуге тырысты. Өте қиын таңдау. Ақырында Нора алдымен жоғарғы палубадағы қызына қарай жүгіреді. Капитан Тернер шұғыл шаралар қабылдауға тырысты. Ол құтқару қайықтарын түсіру үшін кемені дереу тоқтатуға бұйрық береді. Алайда лайнер басқаруға мүлдем көнбеді. Содан кейін капитан Ирландияның жақын жағалауына жету үшін кемені шұғыл бұруды шешті. Алайда лайнер бұрылмайды. Ол керісінше жағаға қарама-қарсы бағытта қозғалады. Тернер кемеге су кіріп кетпесі үшін ішкі су өткізбейтін есіктерді жабуға бұйрық береді. Лузитания кемесінде болған жолаушылардың бірі кәсіби кеме жасаушы болатын. Ол басқа жолаушыларға торпеданың қауіпті емес екенін сабырмен түсіндіруге тырысты. Өйткені бір торпеда мұндай алып лайнерді суға батыра алмайды деп сенді. Алайда сол сәтте кеме бір жанға қарай ауытқып, үстел үстіндегі ыдыстар құлайды. Кеме жасаушы дереу орнынан тұрып, құтқару кеудешесін киді. Шабуылдан кейін 10 минут өте, кеменің барлық жүйелері істен шығады. Электр қуаты жоқ. Бақыттарына орай десек те болатын шығар. Бірақ бұл оқиғаның Титаниктен айырмашылығы барлығы күндізгі уақытта сағат 2-де ашық ауа райында орын алып жатты. Тернер басшылыққа кемеге шабуыл жасалғаны туралы хабар жібереді. Осы уақытта су жарылыстан пайда болған тесік арқылы және ашық люктерден кемеге үлкен жылдамдықпен кіріп жатты. Біртіндеп нағыз үрей басталды. Жолаушылар кеменің мұрны айтарлықтай төмендеп кеткенін байқайды. Олар неге құтқару қайықтарын ешкім түсірмей жатқанына таң қалды. Мәселе мынада. Бұл техникалық тұрғыдан мүлдем мүмкін емес еді. Лузитания әлі де қозғалуда. Ал оның бір жағындағы қайықтар адамдардың отыруы үшін тым алыс ілініп тұрса, екінші жағындағы қайықтар кемеге тығыз тиіп тұрды. Адамдар суға секіре бастайды. Олардың бірі Орден Хамон әйелімен бірге суға секірді. Екеуі де құтқару кеудешелерін киген. Хамон су бетіне қалқып шықты, бірақ оның әйелі жоқ. Хамонның іздеу әрекеттері сәтсіз аяқталды. Әйелінің денесі сол күйі табылмайды. Жолаушылардың бірі тапанша алып шығып, теңізшілерді қорқытуды бастайды. Теңізшілерге адам толы қайықтарды суға түсіруді бастауға тура келді. Бірақ қайық құлап, кеменің түбіне соғылды. Кейбіреулер алған жарақаттардан бірден қаза табады, ал басқалары кемеге қайта шығуға тырысты. Бір сәтте жаңа жарылыс орын алады. Кеме қатты еңкейіп кетіп, жоғарғы палубаға да су кіре бастайды. Дуайт Харрис құтқару шеңберін алып суға секірді. Ол суда неке жүзігін жоғалтты. Бірақ Харрис су бетінде қалуға тырысып, батып бара жатқан Лузитанияда мүмкіндігінше алысырақ жүзді. Шабуылдан кейін небәрі 15 минуттан соң капитан Тернер кеменің сөзсіз бататынын түсінді. Ол капитанның басқару бөлмесінде қозғалмай тұрып қалды және ешқандай әрекет жасамады. Тернер апатты толыққанды қабылдап, қарсы шықпауды шешті. Бұл қорқынышты көріністі жағдайды үнсіз капитан Швайгер бақылап тұрды. Ол үмітсіздіктен әйелдер мен балалардың батып бара жатқан кемеден суға секіріп жатқанын көрді. Бұл менің Швайгерді ақтап жатқаным емес әрине. Бірақ екінші және үшінші жарылыстар жаңа торпедалардың салдарынан болмағанын атап өткен жөн. Бастапқыда снаряд бу жүйесіне тиген болуы керек. Ал кейінгі жарылыстар осыған байланысты болды деп болжауға болады. Қалай болғанда да Вальтер Швайгер бұл патрульді сәтті деп есептеді. Кітап сатушы Лорет заттарын жинап бір құтқару қайығына жүгіріп барады. Қайықта әйелдер мен балалар отыр. Бірақ теңізші қайықты байланған жерінен ажырата алмай жатты. Лорет портфелін қайыққа лақтырып, оны ажыратуға көмектеседі. Алайда ештеңе шықпайды. Өйткені қайық кеменің мұрнына тым жақын орналасқан еді. Ал мұрын суға батып бара жатыр. Лорет сол сәтте Лузитанияның қаншалықты алып екенін көрді. Титаник апатындағыдай кеменің алдыңғы бөлігі жаймен суға батып барады. Артқы бөлігі ауада қалқып тұр. Лорет қайықты ажырату мүмкін еместігін түсінеді. Кеме қайықты өзімен су астына алып кетіп барады. Ол бәріне суға секіруді бұйырады және өзі де солай жасайды.
Оның бағалы суреттері бар кітабы қайықпен бірге суға кетті. Ал балалар бөлмесіндегі қызын құтқарған Нора екінші санаттағы баласына барып үлгермейтінін түсінеді. Соған қарамастан ол үмітін үзбейді. Нора бір бейтаныс жолаушыдан қызына қарап тұруды сұрады да ұлын іздеуге төмен түсті. Адамдардың көптігінен әрең өтіп, каютаға жетіп, ұлын алып, қайтадан палубаға көтеріледі. Ол қызын тастап кеткен бейтаныс жолаушыны табады. Алайда оның қолдары бос екенін байқайды. Қызы еш жерде жоқ. Шабуылдан кейін 20 минут өте, кеме SOS белгісін жібереді. Бұл сұмдық жағдайды сөзбен сипаттау мүлдем мүмкін емес. Судың үстінде адамдардың жылаған және айқайлаған дауыстары естіліп тұрды. Жүздеген құтқару қайығынан тек 6-ауы ғана суға түсірілді, және олардың бәрі де адамдармен толтырылмаған еді. Суда жүргендердің көпшілігі кемеден барынша алыс жүзуге тырысты. Өйткені алып кеме суға батқан кезде оларды да су түбіне тартып кетеді деп қорықты. Шабуыл жасалған соң 25 минут өте, Лузитания толығымен суға батып кетеді. Біраз өте, айнала тынышталып қалды. Су бетінде тірі қалғандардың әлсіз, баяу күбірлеген дауыстары ғана естіледі. Британдық басшылық Лузитания кемесінен SOS сигналын алады. Жақын маңдағы Ирландияның Куинстаун портында жаңа британдық әскери кеме тұр. Бұл кеме апат орнына 1 сағатта жетер еді, бірақ оған көмекке баруға тыйым салынды. Себебі бұрынғы бір жағдай кезінде неміс суасты қайығы британдық әскери кемені суға батырған болатын. Оған көмекке келген кеме дәл солай суға батты. Ақырында 3-ші британдық әскери кеме де шабуылға ұшырады. Осы жағдайлардан кейін басшылық суасты кемесінің шабуылына ұшыраған кемеге көмекке баруға қатаң түрде тыйым салған болатын. Мүмкін, егер кеме 1 сағат ішінде келсе, тірі қалғандардың саны әлдеқайда көп болар еді. Бірақ 3 сағаттан астам уақыт өтті. Осы уақыттың барлығында тірі қалғандар суға батқан кеменің қалдықтары мен қаза тапқан адамдардың денелері арасында суда болды. Ауа температурасы шамамен 12 градус. Бұл 0-ден төмен болмаса да, гипотермия мұндай жағдайда да қауіпті. Көп адам мұндай температурада суда бірнеше сағат бола алмайды. Алғашқы құтқару кемесі сағат кешкі 6-да келеді. Құтқарылғандардың қатарына шығып, кітап сатушы Лорет басқа да тірі қалғандарды көреді. Олардың арасында әйелін жоғалтқан Хамонда бар. Кейін бірнеше құтқару кемесі келеді. Олар тірі қалғандар мен су бетінде қалқып жүрген қаза болғандардың денелерін жинайды. Осыдан кейін Лузитания кемесінің тірі қалған жолаушыларын жақын маңдағы Ирландия портына жеткізеді. 2000-ға жуық жолаушылар мен экипаж мүшелерінің арасынан тек 764 адам ғана тірі қалды. Нора мен оның ұлы тірі қалды, бірақ ол бейтаныс адамға қалдырған қызының денесі ешқашанда табылмайды. Дәл сол сияқты 600-ден астам жолаушының денесі де үштігейлі жоғалды. Олардың арасында әйгілі Альфред Бендервильд те бар. Әлі күнге дейін көптеген құрбандардың туыстары жақындарының қайда және қалай қаза болғанын білмейді. Капитан Уильям Тернер де құтқару жилетінің арқасында аман қалды. Көмек келіп жеткенше, ол 3 сағат бойы өлі денелерді шоқып жатқан шағалаларды бақылап тұрған. Өмірдің соңына дейін Тернер шағалаларды жек көріп өтті. Британдық билік соңынан осы Лузитания капитанын барлығына кінәлі етіп шығарды. Ол кезде билік басшыларының бірі Уинстон Черчилль еді. Дегенмен билік бұл айыптаулар арқылы өз беделін қалпына келтіруге тырысты. Ұсталған құпия хабарламаларға қарағанда, британ қызметтері У-20-ның нақты қай жерде орналасқанын білген. Алайда соңғы сәтте Лузитания капитанын ескертпеген. Тернер соңғы сәтте бағытын аздап өзгертті және жылдамдығын төмендетті. Бірақ оның қолындағы ақпараттар негізінде бұл шешімдер қате болмады. Ал дәл сол билік әрекеттеріне байланысты капитанда ақпараттар аз болды. Британдық әскери теңіз билігі қауіпті біле тұра лайнерге әскери күзет бермеді, немесе басқа бір қауіпсіз жол көрсетпеді. Тернердің кінәсіздігін ақырында арнайы тергеу комиссиясы дәлелдеді. Лузитания апаты бірнеше маңызды емес факторлардың қосылуынан болғаны анықталды. Бұл жағдайлар ақырында қайғылы нәтижеге алып келді. Егер кеме басқа жолаушыларды көшіру үшін біраз кешігіп жолға шықпағанда, егер Конрад компаниясы жанармай үнемдемегенде, және кеме жылдамырақ қозғалғанда, егер сол күні тұман сейілмегенде, егер Швайгер өз үйіне ертерек қайтуға шешім қабылдамаған болса, ал торпеда сәл солға немесе оңға соққы бергенде, ол кейінгі жарылыстарға себеп болмас еді. Осы факторлардың біреуі ғана өзгерсе, Лузитания жолаушылары тірі қалатын. Сол 1915 жылдың соңында ақ капитан Уильям Тернер Конрад компаниясының кемелерін басқаруға оралды. Бірақ Лузитаниямен болған оқиғадан кейін оны ешқашан үлкен лайнердің тізгініне отырғызбады. Ол кішігірім кемелерге басшылық етті. 1,5 жыл өткен соң жерорта теңізінде Тернер басқарған кеме тағы бір неміс суасты қайғының шабуылына ұшырайды. 150 теңізші қаза тапты, ал капитан тағы да аман қалады.
Лузитания апатынан 6 жыл өткен соң Тернер зейнетке шықты. Оның ұлы әкесінің жолын қуып, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде кеме командирі болады. Кеме неміс суасты қайығымен шабуылданып, Тернердің ұлы қаза тапты. Ал капитан Вальтер Швайгер Лузитанияны суға батырған үшін жоғарғы марапатқа ие болады. Және оған ең заманауи суасты қайықтарының бірін басқару тапсырылады. Бұл қайық У-20-дан үлкенірек және көп торпедалармен жабдықталған еді. 1917 жылы патрульдеу кезінде қайық теңіз минасына соғылып, экипаждың ешқайсысы, соның ішінде Швайгер де тірі қалмады. Осылайша кішігірім жағдайлардың кесірінен мыңдаған адамдардың өмірін жалпаған Лузитания кемесінің апаты соғыс кезіндегі саяхаттың қауіпті екенін көрсетіп, әлемдік өзгерістерге түрткі болды. Ал шығарылым осымен соңына жетті. Сіздерге бұл деректі фильм қызықты, әрі танымды болды деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.